Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға биология пәні жаратылыстану математикалық бағыты бойынша бейне сабақ ұсынамыз. Сабақтың тақырыбы репликация механизмі, дезоксирибонуклеин қышқылы, Месельсон мен Сталь тәжірибесі, Чаргав ережесі. Бұл сабақта сіздер репликация механизмінің жүру үрдісін анықтайсыздар. Месельсон мен Сталь тәжірибелерінің мәнін талдайсыздар. Чаргав ережелері негізінде дезоксирибонуклеин қышқылы репликация үдерісін сипаттайсыздар. Репликация механизміне тоқталып өтейік. ДНК-ның өздігінен екеселену қабілеті репликациялану негізгі қызметі болып табылады. Репликация қате жібермейтін өте нақты механизм. Репликация деп ДНК-ның екеселенуін айтады. Репликацияның нәтижесінде бір ДНК-дан сондай екі ДНК пайда болады. ДНК молекуласының екеселенуі редупликация немесе репликация деп аталады. Репликация кезінде аналық ДНК молекуласының бір бөлігі хелихаза ферментінің әсерінен қос тізбектерге бөлініп, комплементарлық ережесіне сәйкес азоттық негіздердің аденин мен тиминнің, гуанин мен цитозиннің арасындағы сутектік байланыстардың үзілуімен жүзеге асады. Келесі әрбір бөлінген ДНК жіпшесіне ДНК фермент полимеразасы тиісті нуклеотидтерді сәйкестендіреді. Осылай қос тізбек түзіліп, әр тізбекте аналық тізбегінің бір бөлігі сақталып отырады. Енді ДНК моделінің репликациясын қарастырсақ. 1957 жылы Месельсон мен Сталь, Уотсон мен Кригтің бактериялық клеткадағы ДНК-ның жартылай консервативті түрде екі еселенуі жөніндегі көзқарасын дәлелдеді. Ал Стенд ДНК екеселенуінің үш түрін атап көрсетті. Бірінші консервативтік еселенуде ұрпақтық ДНК-ларда аналық ДНК-ның материалы болмайды. Екінші, жартылай консервативтілік түрінде ДНК-ның жаңа молекуласының бір тізбегі аналық ДНК-дан болса, екіншісі жаңадан құрылған тізбек. Үшінші, дисперсиялық түрінде аналық ДНК-ның материалы кездейсоқ шашырап, жаңа ДНК молекуласында орын алады. Месельсон мен Стальдың зерттеулері осы үшеуінің ішінен ДНК-ның жартылай консервативті екеселену түрін таңдап алуға көмектесті. ДНК екі еселенуінің жартылай консервативті жолмен жүруін дәлелдеу Уотсон мен Кригтің жасаған ДНК молекуласының үлгісінің дұрыстығының айғағы болды. Жалпы енді ең біріншіден дезоксирибонуклеин қышқылы дегеніміз не деген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Нуклеин қышқылдары тірі ағзадағы тұқым қуалайтын ақпараттарды сақтай отырып, оны келесі ұрпақтарға жеткізетін күрделі құрылысты молекула. Нуклеин қышқылдарының жасуша ядросынан 1868 жылы Мишер тапты. ДНК полимер, оның мономерлері 4 нуклеотидтен аденин, тимин, цитозин, гуаниннен құралады. ДНК-ның құрылым ерекшеліктері. Бірінші, ДНК екі полинуклеотидті тізбектен тұрады. Оның моделін 1953 жылы американ биофизигі Уотсон мен ағылшын биофизигі және генетигі Криг ұсынған. Екінші, екі тізбек бір-біріне антипараллельді, бір тізбектің 5 штрих ұшы екінші тізбектің 3 штрих ұшымен байланысады. ДНК-ның рентген құрылысын талдау барысында оның екі спиральдан тұратыны, өз осінің маңында оңға қарай оралып, спираль түзетіні анықталды. Спиральдің диаметрі 2 нанометр, әр қадамы 3,4 нанометр, әр бұрылымына 10 жұп нуклеотид кіреді. Енді ДНК құрылысына және ДНК моделінің репликациясы туралы видеоны мұқият қарап тамашалаңыздар. ДНК молекуласы екі полинуклеотидті тізбегінен құралады. Осындай тізбектер 4 азотты негізден тұрады: аденин, гуанин, цитозин, тимин. Тізбектегі азоттық негіздерді комплементарлық принциппен анықтауға болады. Аденинге тимин, гуанинға цитозин комплементарлы. Екі тізбек бір-біріне антипараллельді, бір тізбектің 5 штрих ұшы екінші тізбектің 3 штрих ұшымен байланысады. Репликацияның бірінші сатысында ДНК-ның екі тізбектің ажырауы жүзеге асады. Бұны геликаза энзимі деп атайды. ДНК-ның қос спиралінің әрбір тізбегі репликация кезінде пайда болған комплементарлы жаңа тізбектер үшін матрица болып табылады.
Энзим примазасы осы процесті бастайды. Примаза ДНК кішкентай бөлікті түзеді. Оны праймер деп атайды. Бұл ДНК жаңа тізбегінің түзілуі. Осы кезде ДНК полимеразасы деп аталатын энзим праймерге қосылып, ДНК жаңа тізбегін түзеді. Полимераза ДНК негіздерін бір бағытта 5 штрих ұшынан 3 штрих ұшына ғана қосылуы мүмкін. Бұл процесс үздіксіз жүріп отырады. Екінші тізбегі қарама-қарсы бағытта үзіліп, қозғалады. Осының қысқа үзінділерін Оказаки фрагменті деп атайды. Әр фрагментті праймермен басталады. ДНК полимеразасы ДНК негіздерін 3 штрих ұшынан 5 штрих ұшына дейін қосып отырады. Әрі қарай праймер өз жұмысын жалғастырып, Оказаки фрагменттерін тізіп отырады. Жаңа ДНК түзілгеннен кейін энзонуклеаза энзимі РНК праймерлерін алып тастайды. Бұл кезде екінші полимераза ДНК үзінділерін толықтырып отырады. Нәтижесінде екі спиральді ДНК-ның біреуінен екі ұқсас қос спираль пайда болады. Бұндай екеселену жолындағы әрбір жаңа молекула бір матрицалық және бір жаңа синтезделген тізбектен тұрады және жартылай консервативті деп аталады. Келесі қарастыратынымыз Мезельсон мен Сталь тәжірибесі. Мезельсон мен Стальдың тәжірибелері үлгі бойынша жасалған болжамдарға сәйкес репликациясы жартылай консервативті жолмен жүретіндігін көрсетті. ДНК-ның әрбір жаңа молекуласы ата-анасының қос тізбекті спиралінен берілген бір ескі тізбектен және бір жаңа тізбектен құралады. Олар Е-коли клеткаларын азотты 15 ортада өсірген. Азоттың бұл ауыр изотобы ДНК-ның құрамына еніп таңба қызметін атқарған. Бактериялар әрбір 20 минут сайын жаңа ұрпақ беріп отырады. Өсіру кезінде бактериялардың бірнеше ұрпақтары генерация алмасқан. Соңында барлық клеткалардың ДНК-сында азоттың 15 изотобы болған. Содан соң бактериялар азоттың жеңіл изотобы 14 қоректік ортаға ауыстырылған. 1958 жылы Мезельсон мен Сталь және Джерем Виноград тығыздық градиентінде ультрацентрифугалаумен пара-пар молекулалық салмақты және мөлшерлі үлес көлемінің макромолекулаларын зерттеудің жаңа әдісі туралы мақала жариялады. Бұл әдіс арқылы ДНК молекулаларын олардың тығыздықтары бойынша бөлуге мүмкіншілік береді. Авторлар бұл әдісті құрамында азоттың 14 және 15 изотоптары бар ДНК молекулаларын бөлу үшін қолданды. Құрамында ауыр изотоптары бар ДНК молекулалары функционалды және өздері көбеюге қабілетті деп болжам жасаған. Чаргаф ережесінің мәніне тоқталсақ. Чаргаф ережесі ДНК-дағы азотты негіздердің әртүрлі типтері арасындағы сандық көрсеткішті сипаттайтын эмпирикалық жүйелердің белгіленген ережелері. Ереже 1949-1951 жылдарда биохимик Эрвин Чаргафтың өз тобымен жасаған жұмысы нәтижесінде тұжырымдалған. Чаргафтың аденин, тимин, гуанин және цитозин үшін анықтаған сандық арақатынасы келесідей болды. Аденин құрамы тимин, ал цитозин құрамы гуанин құрамына тең. Пуриндер мен пиримидиндер санына тең. 6 аминтопты негіздердің саны 6 кетотопты негіздердің санына тең. Сонымен қатар әртүрлі түрлер ДНК-сында гуанин мен цитозин қатынасы да әртүрлі болуы мүмкін. Біреуінде аденин мен тимин тобы болса, басқасында гуанин мен цитозин тобы болады. Чаргаф ережесі және рентген құрылымды талдау нәтижесінің мәліметтері Уотсон мен Кригтің ДНК құрылысын ашуында маңызды рөл атқарды. Есептерді шығарған кезде комплементарлық ережені ұмытпаңыздар. Чаргафтың табуы бойынша пуринді негіздердің саны пиримидинді негіздердің санына тең. Сандары бойынша аденин мен тимин, гуанин мен цитозин комплементарлы. Аденин мен тимин, гуанин мен цитозиннің қосындысы 100%. Аденин мен тиминнің арасында қос сутектік байланыс, гуанин мен цитозиннің арасында 3 сутектік байланыс болады. Сабақтың мақсатына жету үшін тапсырма орындауларыңызды сұраймын. Тапсырманы орындау үшін бірнеше слайд пен оқулыққа назар аудару керек болады. Бұл сабақты тереңірек түсінуге ықпал етеді. Өзіңді тексер тапсырмасын орындап көрейік. Бірінші есеп.
ДНК мен тиминнің нуклеотидтерінің бір молекуласында тимин 22%, аденин гуанин цитозиннің жеке ДНК молекуласында нуклеотидтерінің пайыздық құрамын анықтаңыз. Берілгені тимин 22%. Табу керек аденин гуанин цитозиннің пайыздық мөлшерін. Екінші есеп. ДНК молекуласындағы оң жақ бөлігі келесі нуклеотидтерден құралады. Аденин, гуанин, тимин, цитозин, тимин, аденин, аденин, цитозин, тимин, гуанин, аденин, гуанин, цитозин, аденин, тимин. Сол жақ бөлігіндегі ДНК нуклеотидтеріне сәйкес келетін реттілігін жазыңыздар. Енді өздеріңіздің жауаптарыңызды сәйкестендіріп тексеріп алыңыздар. Бірінші есептің жауабы. Чаргафтың ережесінің келісімі бойынша аденин мен гуанин, тимин мен цитозин ДНК-дағы барлық нуклеотидтер 100%-ын құрайды. Яғни тимин аденинге комплементарлы, сонымен аденин 22%-дан. Яғни гуанин цитозинге комплементарлы, сонымен олардың саны да тең. Сондықтан 56/2 тең 28%, гуанин мен цитозиннің пайыздық мөлшері 28-ге тең болады. Ал енді балалар, екінші есептің жауабын тексерейік. Жауабы сол жақ бөлігіндегі ДНК нуклеотидтерінің реттілігіне сәйкес келеді. Тимин, цитозин, аденин, гуанин, аденин, тимин, тимин, гуанин, аденин, цитозин, тимин, цитозин, гуанин, тимин, аденин. Үй жұмысын жазып алыңыздар. Тақырыпты қайталау, екі есепті қарастыру. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.